Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі жұмысымда педагогтер арасындағы digital burnout, яғни күйзеліске түсу бойынша өз жұмысымды көрсететін боламын. Яғни burnout деген ол педагогтердің үлкен күйзелісі. Ол қандай күйзеліс? Яғни қазір біздер барлығымыз мына суретке назар аударатын болсақ, бір түсініксіз жайттарға тап боламыз. Яғни инфографика, қытайша біз біле бермейтін таңбалар, біз білмейтін бір әріптер, ал осы арқылы біз нені ұғамыз? Яғни әрбір педагогтың басынан өтетін жағдай бұл жаңа технологияларға негізделген, яғни жи мүмкіндіктерін қолдана отырып, өз іс-әрекетін, яғни ашық сабағын түрлі оқу тәрбие үрдісіне енгізу, бұл біздің педагогтер алдында тұрған белгілі бір міндеттердің бірі еді. Сондықтан да біз оны игереміз деп үлкен бір күйзеліске ұшырайтынымыз анық. Бұл күйзеліс, яғни digital burnout, бұл мынандай нәрселерден тұрады, яғни техностресс. Техностресс дегеніміз бұл педагогтың жаңа дүниені үйренуге деген қабілетсіздігі емес, яғни мидың шамадан тыс цифрлық ақпараттан қорғану реакциясы. Бұл жерде ұзақ уақыт цифрлық қысымда жұмыс істеген мұғалімде технология, яғни жаңа технология деген агрессия пайда болуы мүмкін. Технострессті азайтудың ең бірінші жолы бұл ақпараттық шуды шектеу. Яғни тек қажетті ережесі барлық жаңа платформаны бірден меңгеруге тырыспаңыз дейді бұл жерде. Яғни жұмысыңыздың 80%-ға жеңілдететін бір-екі негізгі құралды ғана таңдап алыңыз дейді. Бізде педагогтер қандай? Жаңа платформа немесе жаңа технология шығатын болса, соның барлығын бір үрдісімізде, яғни бір оқу әрекетімізде барлығын бірдей қамтуға тырысамыз. Ал бұл сайып келгенде жаңағы педагогтердің үлкен бір күйзеліске, қажуына алып келеді. Одан кейін мына жерде бізге бұл гамбургер нені ұғындырады? Яғни бұл ақпараттық гамбургер метафорасы деп аламыз. Бұл жерде жаңағы әрбір педагогке жаңағы берілген ақпараттар, түрлі жаңа платформа, ата-ана чаттары, түрлі әдістеме, күнделік KZ деп жатамыз, Gmail деп жатамыз. Осылардың барлығы бізде жаңағы мына гамбургер іспеттес. Яғни әр адамның асқазаны тәттіні де, балықты да, ащыны да жаңағы барлығын бірдей қабылдай алмайды. Бұл жерде үлкен бір стресс пайда болады осы жерде. Дәл осы гамбургердің несі сияқты, жаңағы құрылымы сияқты әрбір адам осындай стресске түседі екен. Одан кейін жаңағы әрбір педагогтың алдындағы когнитивті жүктеме бұл міне осы хаус гамбургер сияқты болады. Біздің негізгі тағамымыз білім беру, әрбір жаңағы балаға білім беру. Бірақ біз бұның үстіне балмұздақ, яғни жаңа платформаны, балық деген бұл ата-ана чатын қосамыз, шоколадты бұл есеп беру, қабаттап қостық. Мұндай ас қорыту жүйесі миды зақымдамай ішу мүмкін бе? Жоқ, әрине мүмкін емес. Бұл жердегі негізгі қағидамыз біздің бәрін бірден емес, нақты бір мақсатқа сай технология деп аламыз. Яғни бұл жерден қандай қағида туындайды? Технология мұғалімді алмастырмауы тиіс, ол тек қолдаушы құрал ғана. Егер цифрлық платформаларды дайындауға сабақтың өзінен көп уақыт кетсе, онда оны қолдануды тоқтатыңыз дейді. Себебі сіздің күйзелісіңізді одан сайын арттыра түсетіні анық. Ғалымдар анықтағандай, мұғалім жаңа платформаны үйреніп жатқанда, оның миында бөлінетін стресс гормондары парашютпен алғаш секірген адамның гормондарымен тең екен дейді. Ал сенсорлық жүктеме бұл келесі, біз жаңағы экранға ұзақ қарау арқылы көз бұлшықеттері үшін күні бойы 20 келілік жаңағы кіртасын көтеріп тұрумен бірдей екен. Яғни көздің талуы мидың
шаршауына тікелей әсер етеді. Қарап отырсаңыздар, суретте жаңағы педагог сол жаңағы өзінің алдындағы қойылған міндеттерді, жаңағы өзінің жұмыс жоспарына түрлі жүйе элементтерін енгізем, немесе цифрлық технологияларды енгізем деп экран алдынан алыстамайтыны анық. Осы тұрғыда оның көзіне қандай жаңағы күш келіп түсіп отқаны, көз бұлшық еттерінің қаншалықты шаршап отқанын адам экран алдында отырып сезбейді. Бірақ артынан ол күйзеліс, шаршау артынан білінеді. Яғни экран алдындағы және табиғат алдындағы, табиғат аясындағы жаңа кітап оқып отырған мына жерде екі адамды салыстыратын болатын болсақ, экран алдында жаңа айтқандай 20 келі кіртасты көтеріп отқанмен тең, оның миында үлкен бір шаршау, қажу бар. Ал табиғатта кітап оқығанның миы өте таза және жақсы жиырылып жұмыс жасап тұр. Сонымен қатар экран алдында ұзақ отырған адамның жыпылықтау жиілігі де өте аз болады екен. Яғни минутына 5-7 рет болатын болса, табиғаттағы бұл 15-20 минутқа дейін аралықты қамтиды. Фокус тұрақтылығы дейміз, яғни экран бетінде, экран алдында ұзақ жұмыс жасаған адамның көзі бір нүктеге қатып қалу процесі жүреді. Ал жаңағы табиғат аясында еркін кітап оқып отырған адам бұл қозғалыстағы нысандар. Яғни жыпылықтау әсері жаңағы немесе жаңа айналадағы белгілі бір қимыр қозғалысқа қарау бұл жақсы жүзеге асады екен. Сонымен қатар экран алдында көп отырған адамның ұйқы гормоны тежеледі, яғни ол мелатонин деп аталады. Ал жаңағы табиғат аясындағы бұл жарық тепе-теңдігі орын алады. Көздің шаршауы бұл мидың ақпаратты өңдеу қуатының таусылуы, яғни көз талса жұмыс өнімділігі де нөлге түседі. Экран алдында өткізген әрбір сағат сапалы ұйқы мен ертеңгі күнгі энергияның ұрлануы. Бұл жерде қандай түйін шығарамыз? Яғни сенсорлық жүктеме бұл мұғалімнің немесе әрбір педагогтың экранға бағыныштылығы емес, физиологиялық процесс. Оны басқаруды үйренген педагог burnout проф, яғни профессионалды деп айтамыз, маманға айналады екен. Енді ақпараттық, мына жерде педагог бұл жаңағы ақпараттық мұхиттағы құтқарушы. Оның міндеті барлық суды бірден ішу емес, балаға тек таза суды ғана, яғни таза ақпаратты ғана сүзіп алу. Ол жиі сізге ақпарат берсе, оны бірден қолданбай, міндетті түрде педагог сүзгіден өткізіп алу тиіс екен. Яғни факт-чек деп айтамыз, жиі берген есімдерді, даталарды, статистиканы Google немесе ресми энциклопедиялар арқылы тексеріп алған жөн. Өйткені жиі кейде теріс ақпарат беруде мүмкін. Яғни қате ақпаратты біз балаға бірден ұсына алмаймыз. Оны біз сүзгіден өткізіп алуымыз керек. Сонымен қатар сілтеме талап ету, яғни жиіден осы ақпаратты қайдан алдың, маған нақты дереккөзге немесе авторға сілтеме бер деп сұраңыз. Егер ол сілтеме бере алмаса, онда ақпараттың жалған болуы да ықтимал. Сонымен қатар логикалық сәйкестік, яғни берілген ақпарат сіздің кәсіби тәжірибеңізге немесе жалпы қисынға қайшы болатын болса, мысалы бірінші сынып баласына тым күрделі терминдер мен ақпараттар ұсынатын болса, онда оны бірден алып тастауға құқыңыз бар. Өйткені сіз оның бірінші сынып болмаса мектеп алды сыныбында бала нені үйрену керек, бір жыл бойына ол нені меңгеру керек деген сияқты ақпараттарды ол әрбір педагог біледі. Енді келесі бұл жерде сабақ беру бұл тек ақпарат беру емес, бұл энергия алмасу, яғни педагог пен бала арасындағы. Егер педагог эмоционалдық тұрғыдан шаршаса, яғни айтқанда күйзеліске ұшырайтын болса, онда жаңа технологияны жиды, қаншалықты жаңа озық меңгерсе де ол өнімді болмайды.
яғни айтқанда сабақ жоспарын құрғанда немесе жаңағыдай циклограмма құрған кезде бұл жерде технология маған көмектесіп тұр ма, әлде менің үлкен бір алдымдағы уақытымды алып жатыр ма деген сияқты сұрақты адам өз өзіне қоя білген жөн. Егер технология процесті қиындататын болса, онда одан бірден бас тартуға қорықпаған жөн. Технология білім сапасын арттыру тиіс, бірақ ол мұғалім мен оқушының арасындағы тікелей байланысқа, яғни көзбен көріп, жүрекпен сезінуге кедергі келтірмеу керек. Сонымен қатар педагогтың эмоционалдық саулығы сабақ сапасының кепілдігі. Біз қанша жерден жи мүмкіндіктерін қолдансақ та, жи балаға ешқандай эмоция бере алмайды. Ол эмоцияны танып білу әрбір педагогтың алдындағы міндет. Сонымен қатар, мына жерде айтар болсақ, жаңа біздер бёрнауттың төрт түрлі жағдайын қарастырдық. Төрт түрлі жағдайын, яғни техностресс деп алдық, және де когнитивті жүктеме, сенсорлық жүктеме және ақпаратты сүзгіден өткізу. Енді осы жерде менің айтарым, әрбір педагог барынша қандай жұмыс жасаса да, немесе қандай заманауи технологияларды қолданса да, ешқандай күйзеліске түспейтін жағын қарастыру керек. Өйткені күйзеліс бұл адамның жұмысқа деген ынтасын жойуы мүмкін. Тыңдағандарыңызға рахмет.